Сәлеметсіңдер ме? Мен Сыгаева Қымбат Сагидоллаевна, Innovative колледж химия пәнінің оқытушысы. Бүгінгі біздің сабағымыз бензол молекуласының моделін құрастыру. Сабағымыз зертханалық жұмыс. Сабағымыздың мақсаты ароматты көмірсутектер туралы білімді жүйелеу, ароматты көмірсутектердің құрылысындағы айырмашылықтарды жан-жақты білім ала отырып дамыту, теориялық білімді практикамен ұштастыра білу. Естеріңде болса, балалар, біз өткен сабақта ароматты көмірсутектерді бастаған кезде ароматты көмірсутектердің жалпы номенклатурасына, изомериясына, гомологтық қатарына, физикалық және химиялық қасиеттеріне, қолданылуына толығымен тоқталып кеткен болатынбыз. Бүгін мен сендерге практикалық жұмысты орындау үшін бензолдың құрылысына толығырақ тоқталып, сендерге қосымша мәлімет беруді жөн көрдім. Ароматты көмірсутектер, яғни арендер деп, молекуласында циклы бар физикалық және химиялық қасиеттерімен ерекшеленетін көмірсутектерді айтамыз. Ароматты көмірсутектердің қарапайым өкілі бензол, формуласы С6H6. Бензол молекуласындағы көміртек пен сутек атомдары бір жазықтықтың бойында орналасқан. Арасындағы бұрыштың мөлшері 120 градусқа тең. Бензол суда ерімейтін, бірақ органикалық еріткіштерде еритін, өзіне тән иісі бар тұтанғыш, сұйық, улы зат. Яғни бензолдың өзіне тән иісі болғаннан кейін, оны жеке ароматты көмірсутек ретінде қарастырған екен. Бензолды алғаш рет 1825 жылы ағылшын химигі Майкл Фарадей алған болатын. Бензолдың алғашқы құрылымдық формуласы анықталғаннан кейін 40 жыл өткен соң неміс химигі Фридрих Кекуле тарапынан ұсынылды. Бензолдың молекулалық формуласы көп ұзамай оның көміртек және сутек атомдарынан тұратындығы анықталды. Жаңа көмірсутектің тәжірибелік жолмен анықталған молекулалық массасы 78-ге, ал оның эмпирикалық формуласының молекулалық массасы 13-ке тең болды. Кекуле бензолдың құрылымдық формуласын дара және қос байланыстармен кезектесе байланысқан 6 көміртек атомнан тұратынын сақина түрінде көрсетті. Осы Кекуле ұсынған бензолдық құрылымдық формуласында көптеген қарама қайшылықтар байқалды. Яғни ол қаныққан және қанықпаған көмірсутектерге тән қасиеттерді көрсете алмайтындығымен ерекшеленді. Яғни бензол бромды сумен және калий перманганатының ерітіндісімен әрекеттеспейтін болды. Осы Кекуле теориясындағы үйлесімсіздікке тоқталып кетейік. Кейінгі тәжірибелер кезінде бензол құрылымының Кекуле ұсынған теориясы тәжірибелік мәліметтермен келіспейтіндігі анықталды. Егер бензол алкендер сияқты құрылымға ие болса, онда көміртек арасындағы дара байланыстар және көміртек арасындағы қос байланысқа қарағанда ұзынырақ болу керек. Алайда бензол молекуласында барлық байланыстың ұзындығы бірдей. Өйткені бензолдың құрамына кіріп тұрған көміртегі және сутегінің саны тең. Екіншіден, алкендер сияқты бром суымен және белсенді түрде әрекеттесу керек еді. Алайда бензол бром суымен өте баяу әрекеттеседі. Бензол молекуласының құрылымы қазіргі кезде қабылданған делокализацияланған 6 молекуладан тұрады. Ол 1931 жылы Лайнус Полинг тарапынан ұсынылды.
Көміртектің бензол молекуласындағы әрбір sp2 гибридтелген 6 атомның әрқайсысы екеуі көміртектің көршілес атомдарымен және біреуі сутек атомының 3 сигма байланысын құрады. Практикалық жұмысты орындау үшін балалар бензол молекуласының құрылысына мұқият көңіл аударғандарың жөн. Жоғарыда айтып кеткендей, бензол молекуласының көміртек 6 атомы 6 мүшелі цикл жасап тұйықталады. Әр көміртек атомы бір сутек атомымен және екі жағындағы екі көміртек атомымен байланысады. Өздерің байқап отырғандай, төменде бензол молекуласындағы байланыстардың түзілу сызба нұсқасы, бензол молекуласындағы электрон тығыздығының біркелкі орналасуы, бензол молекуласындағы шар өзекті және масштабты модельдері, бензол молекуласындағы 6 электрон бұлтының масштабты модельдері көрсетілген екен. Бұл сендерге зертханалық жұмысты орындау барысында аз да болса көмек болады деп ойлаймын. Енді сабағымызды қорытындылай келе, сендер қосымша үйде мынандай сұраққа жауап берсеңдер. Арендер деп қандай қосылыстарды айтады? Бензол туындыларының жалпы формуласы қандай? Арендердің С9H12 мүшесінің 3 изомерінің құрылымдық формуласын жазып, аттарын атаңдар. Үйге берілетін ең басты тапсырма жоғарыда алынған мәліметтердің барлығын ескере отырып, практикалық тапсырманы орындау. Практикалық тапсырманы үйде орындау үшін қарапайым ермексазды пайдалануға болады. Қазір бейне жазбаға көңіл аударайық. Бірінші зертханалық жұмысты орындайық. Қашықтан оқыту жағдайында түрлі түсті пластилинді қолдануға болады. Видео жазбаны тоқтатып, жұмыс барысымен танысыңыз. Жұмыс барысын орындай отырып, бензол молекуласының моделін құрастырыңыз. Бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңдар.